онлайн вебинарымызды бастаймыз. Қайырлы күн. Мына оразаның соңғы аптасы келді. 30 күнді, Рамаданның 30 күн тұтып атқан оразаларыңыз қабыл болсын. Тілеген тілектеріңізге жетіңіз деп ниеттеріңіз қабыл болсын. Енді бүгінгі біздің сабағымыз, мен өзім таныстыра өтейін. Бірінші, мен Шымкент қаласынан Күләш Сыдықбаева, жаңағы әлем экономикалық эволюциясының тұрақты инвесторымын, статусым вице-президент. Бұл жерде әлемнің жаңа жалпы өмірде табыс табу жолы, слайд ауыстыра бер, Нұрғиса, 4 секторға бөлінеді екен. Ол Роберт Кийосакидің жаңағы денежный поток кітабында көрінген. Біріншіден, бұл жұмысшы 10%, кәсіпкер 90%, бизнес 90%, инвестор 10%. Қазіргі отырған жаңағы новичоктар болса, бұл жерде өзіміздің инвесторлар болса, өздерінің болашақта, енді біздің инвесторларымыз әрине осы 4-ші секторда отыр деп ойлаймын. Біз бәріміз сондаймыз. Жаңадан келген новичоктар болса, сіздер қайсы секторда қалайсыздар, оны өздеріңіз шешетін боласыздар. Өз басым қаншама бизнес жасап жүрсем де, 20 жылдың астық көлемінде осы неше түрлі компанияларда жұмыс жасап жүрмін. Үлкен командамен үлкен жетістікке жетіп жүрмін. Айына мыңдаған ақшалар, миллиондаған, 1,5 миллионға шейін ақша тапқан күндеріміз болды. Бірақ біз өзіміз ешқандай ақшамызды бір жерде жинап инвестиция жасамаппыз. Бұл инвестицияға жасауға мен өзімнің өмірімнен кішкентай сіздерге айта өтейін. Қандай нәрсе маған себепші болды. Мен өзім 3 бала шағам бар. Ең кішкентай осы баламды 30-дан асқанда босандым. Ол бала жігіт болды, 15-ке келді, 16-ға келді, 17-ге келді. Енді жас жігіттердің арманы ол жаңа машина міну. Сол кезде маған осы сөзі менің ойымнан ешқашан кетпейді. Мама, сіз мені өмірге әкелдіңіз, сіз мені тудыңыз, қанша бизнестерде жұмыс істеп жүрдіңіз, мені өсет деп ойламадыңыз ба? Ең болмаса маған бір клад жасасаңыз болмас бе деген кезде, мен қанша жылдық істеген өзімнің еңбегімді даже жоққа санадым. Неге? Өйткені мен сол балам үшін ешқашан бір тиын негізі артығымен жинамаппыз. Өйткені біз бүгінгі күнімізбен өмір сүрдік. Міне бұның бәрі біздің финансовый бір біліміміздің жетіспеушілігі деп ойлаймын. Қазіргі университеттерде финансовый жағынан оқытады, бірақ табысты қалай жинау керек екенін оқытпайды. Қазіргі мынау Хавратовтың частный академиясы, жеке академиясы бізді осы ақшаны қалай жинау керек екенін үйретіп жатыр қазір бізге. Біз осыны өте ұқыпты тыңдап, бұл білім жасқа қалмайды, біз оқуымыз керек. Ертең осы отырған адамдарға менің басыма сондай сөз баламнан естіттім ба, сіздердің де сондай сөз естіп. Егер осы жерге шын ниеттеріңізбен білім алам, үйренем, осы спикерлердің айтып атқан сөзі рас екен деп шындығымен, шын көңілдеріңізбен қабылдасаңыздар, сіздер сол мен естіген сөзді сіздер негізі естпейсіздер болашақта. Қазіргі таңда 170 мемлекетте жұмыс істеп жатыр. Бұл дегеніміз қазір Хавратовтың жаңағы өзінің қойған бағдарлама өте керемет, күшті. Бұл Андрей Федорович Хавратов туралы кішкене сіздерге айта өтейін. Соңынан тағы айтамын, бұл кісі өзі кім? Әлемдік жаңа эволюциялық компаниясының бас директоры, жеке инвестор академиясының авторы, көп салалы кәсіпқой бизнесмен, армандарды жүзеге асыру шебері, миллионерлер құпиялары Андрей Хавратовпен бірге бағдарламасының тележүргізушісі, Миламан Рич журналының және Finance Times бизнес журналының нұсқалары бойынша тұлғалы қаржылық және инвестициялық дамытылу жөніндегі 2018 жылғы ең үздік бизнес коуч. Әлем генералдары бейбітшілік үшін халықаралық қоғамдық бірлестігінің бейбітшілік көгершін медалымен марапатталған. Біздің 1000 жылдық адамдары энциклопедиясына кірген адам. Ресейдің көрнекті көшбасшысының топ 100-дігіне кірген азамат. Бұл кісі жайлы тағы көптеген нәрселер мен айта аламын. Өзім осы бизнеске бастап кірген кезде, енді біз сетевиктер командамен жұмыс істеген екен, адамның өзіне бір мойнында бір жауапкершілігі болады. Сондықтан 2019 жылы жаңағы
үлкен компанияның семинары болған кезде біз өзім командамен бірге Индияға ұшып бардым. Бұл кісінің өзімнің істеген еңбегіме қарай вице-президент сертификатын алдым. Берген сыйлығын жаңағы 15 граммдай тұратын 10 бриллиантты тасымен алтын алдым. Бұндай кісінің қолын алып үлкен бір сыйлық алу деген сөз мен үшін өте жаңағы қуанышты жағдай. Бұл 20 мыңнан көп адамның жаңағы Индира Ганди үлкен стадионда болды. Өзінің өмірбаянын айтқан кезде бұл кісі бұл криптоюнитке дейін де, бұл бағдарламаға дейін де өзі миллионер адам. Өзінің өмірбаянын айтқан кезде соншама мың халық өзінің кішкене бір кейбір жүрегі жұмсақ адамдар көзіне жас алып қалғандай да жағдай болды. Өте енді бүйтіп жүзіне қарасаң жылы өте керемет. Бұл кісінің алдына қойған мақсаты байларды байыту емес, кедей адамдарды байыту. Міне жүрегі қандай кең, сондықтан да қайырымдылық қорымен де айналысады. Енді бұл жаққа барған кезде менің көзім екінші жеткен кезде, мына көп компанияда кірген кезде, адам шақырған кезде салым сал десең, бұл ойлайды адамдар пирамида деп. Өзімізде енді сол адамдардың бірі басында өзіміз болдық қой, оны мойындаймыз. Сондықтан мен мынау арабтар жүрген жерге көбірек жақындап бардым. Мына Google деген бар, ішінде переводчик бар, сол кісілермен даже менің видеороликтерім де бар, өздерінің алған, енді бұл жерге оны қоя алмадым. Может, келесі сабақта қойып береміз сіздер үшін. Бұл арабтар негізі білесіздер, пайыз жүреді, процент жүретін жерге келмейді. Бұл кісілермен сөйлесіп, бұл кісілермен жаңағы қарым-қатынас жасап, жаңағы өзім бір общение жасағаннан кейін менің деген криптоюнит бағдарламасына сенім өте мол болды. Енді мысалы адамдар шақырған кезде келесі сайтты ауыстыра бер, келесі суретті. Адамдарды мысалы өзіміз, ол емес, ана не бар ғой, Майражың суретін қойған мен Индиядағы партнерім. Енді біздің өзіміздің адамдар, мысалы адамдарды шақыр десек, біз өзіміздің қазақи тілімізбен тілімізді жеткізе алмаймыз. Қазақи тілімізбен. Өйткені неге? Біз сенбейді дейміз. Сенбейді. Біз когда енді өзіңіз сенген кезде адамдарды сендіре аласыздар. Егер өздеріңіздің ішіңізде бір күмән болып тұрса, сіздердің информацияларыңыз ана адамға барып ол кірмейді ешқашанда. Осы нәрсе сіздердің естеріңізде болсын. Мен мына жерге суретті қойған едім, қазір шықпай қапты. Мен өзім интернеттен бір Михажудин деген баланы жаздым. Ағылшын тілін онша білмеймін, ол да орыс тілін онша білмейді. Менің өзімнің бірінші линияма келді ол жігіт мысалы. Енді бұны мен не себепті айтып отырмын? Біз қазақтарды жаза алмаймыз, біз интернетте онлайнмен отырып шетел адамдарын структурамызға әкелдік. Бұл қалай келді? Менің өзімнің сенімділігімнен келді. Мен бұл компанияға өте айтсам болады 1000% сенімдікпен келдім деген сөздің жаңағы ол суреті еді, мына жерде көрінбей қапты. Қазір Индияда ол бала жайлап жұмыс істеп жатыр. Индияның офистеріне барып толық 100% информация алдырдық біз оған. Қазір керемет жұмыс жасап жатыр. Енді мына менің қасымда ақ костюмде тұрған Майраж дейтін бала, 87-ші жылғы, өзі мұсылман бала, $1000 астық ақша салды. Ең бірінші айтқан кезде қалай айтты, солай сенді. Өйткені өте білімді, өте жан-жақты, интернетті жақсы түсінген бала. Сондықтан сіздерге қазақтарға айтып жатырмын. Біз шетелді жазатқан кезде сіздер туған туысқандарыңыз жазыңыздар, әкеліңіздер, осы өтіп жатқан сабақтарды тыңдатыңыздар. Негізі бізде айтамыз ғой, әрбір қазағым бай болсын деп. Мынау Андрей Федорович Хавратов бүкіл әлемді байытам деп жатыр. Біз қазақтар әрбір қазағым жалғызым дейді. Біз қазақтарды байытуға тырысайық. Әрбір қазағымыз бай болсын. Әрбір туған туысымыз, ортамыз бай болсын. Мысалы, кеше бір мысалға айта өтейін, Мақтаралдың басына іс түскен кезде әрбір көзіміз көрмеген туысымыз емес, қазақтарымыз үшін жүрегіміз қандай қанжылап кетті, дұрыс па? Сондықтан ертең біздің әрбір қазағымыз байып жатса, біздің жүрегімізде соншалықты қуаныш болады. Соны естеріңізде болсын. Енді ары қарай жалғастырамын. Қазір жаһандық инвестиция 3 бөліктен тұрады. Бірінші, оқу білім арқылы біз үлкен қаражаттың иесі болады екенбіз. Тапқан табысты орнына қалай жарату, не үшін, қалай жарату керек, қалай оны орнына қойып отыру керек, бізге бірінші керегі, бірінші
орында керегі бізге білім. Екінші меншік бөлігі дейді. Осы жердегі барлық серіктестер жаңадан келген, жаңадан бүгінгі кіріп тыңдап отырған адамдар егер дұрыс шешім қабылдаса, сіздер де осы жердегі үлкен меншік иесі бола аласыздар. Үшінші бөлігі ол маркетинг бойынша. Маркетинг бойынша табыс табу жолын күнделікті біздің спикерлеріміз үйретіп отыр. Бұл жерде жас таңдамайды, диплом керек емес. Осы спикерлердің күнделікті сіздерге жасап жатқан еңбектерін елеп тыңдап отырсаңыздар, сіздер де осы үлкен лидерлер сияқты үлкен табысқа қол жеткізесіздер. Оған менің күмәнім жоқ. Енді оқу ақпаратының келетін болсақ, жеке инвестордың 8 ережесі бар. Бірінші, бір долларды қалай 1 миллион долларға айналдыру керек. Кез келген арманды қалай ақиқатқа айналдыру керек. Тайм менеджмент дейді, қосымша табыс көздері. Өмір ойыны дейді, гений финансов. Дербес коучинг, табысқа қалай қол жеткізеді. Мынау қаржы данышпаны деген тренингтен өту керек. Біз Алматы қаласында барып өттік. Гений финансов дейді. Өзіміз бұны оқыдық. Бұны ойнай отыра менің бір сезінгенім, адамның ми қабілетін қатты жұмыс істетеді. Біз мына өмірде қай жерде, мысалы, былай ойлаңыздар, кредит алу оңай, өте оңай, оны жаратып жіберу де оңай. Бірақ одан құтылу қиын. Сондықтан сіздер мынау қаржы данышпан ойынын ойнайтын болсаңыздар, сіздер қай жерде кредит алу керек, қай жерде кредит алмау керек, қолыңыздағы осы жердегі әрбір инвесторлар, будущий миллиардерлер, сіздер ақшаларыңызды қалай, қай салада қалай жұмсау керек екенін сіздер 100%-ке осы жерден білім алып шығасыздар. Енді қазіргі біздің бағдарламамыз криптоюнит. Криптоюнит бағдарламасы біздің болашақ ақшамыз, біздің акциямыз. Бұл Алматы қаласында 2019 жылы Алматы қаласында дүниеге келді, 30 мартта. Қазіргі таңда криптоюнит бағдарламасымен біздер дегеніміз лояльность бонус алып жатырмыз, профи бонус алып жатырмыз. Бұның өзі 3 фазадан тұрады. Бар жоғы 80 миллиард криптоюнит ойлап шығарылды. Бірінші фазада 40 миллиард криптоюнит сатылымға шығарылды. Екінші фазада 20 миллиард шығарылады. Үшінші фазада тоже 20 миллиард шығарылады. Енді қараңыздар, біз өзіміз бірінші фазада келдік. Бірінші фазада өте қарапайым адамдардың үлкен бизнес жаңағы иесі болуға мүмкіншілік бар болды осы жерде. Өйткені біз $1000-ға 400 мың штук алдық. Қазіргі мына екінші фазада сатылып жатыр ғой. Қазіргі таңда келгендер $1000-ға 14.300 алып жатыр. Көрдіңіз бе? Арасы қанша есеге біздің криптоюнитіміздің құны өсті. Ал үшінші фаза қосылған кезде бұл жерде тек қана байлар байиды. Қарапайым халықтың оған шамасы келмейді. Сондықтан біз қазір күнделікті адамдарды шақырды бекер айтып жатқан жоқпыз. Әрбір халқымыз байысын деп айтып жатырмыз. Енді келесі біздің инвестиция, біздің осы криптоюнитке салынған ақшаларымызды 20 секторға салып отыр, инвестиция жасап отыр. Андрей Федорович Хавратов, соны қысқаша айта өтейін. Біздің бірінші қаржылық жағынан көмек бергеніміз Skyway транспорты. Бұл Skyway транспортына әлемдік жаһандық ауқымға шығуына өте біздің инвесторларымыз өте үлкен еңбекпен өздерінің еңбегін көрсетті осы жерде. Бұл транспорт өте жаңағы экология жағынан таза, экономичный, өте арзан болады. Бұл жерде бензин технологиямен жасалған. Мынау қазіргі таңда биыл 2020 жылы Арабия қаласында өту керек еді. Біз оған баруымыз керек еді, мінуіміз керек еді, бүкіл әлемге бұл шығу керек еді. Мынау пандемияға қарасты, жаңа коронавирусқа қатысты кішкене қысқартылып отырған сияқты, мүмкін әлі де болса барып қалармыз. Оны только Юницкий, бұның авторы Юницкийдің өзі оны шешеді. Екінші бағдарламамыз біздің Урал золото.
Алтын дегеніміз өте ол құнды, ешқашан өзінің құнын түсірмейтін зат, оны бүкіл әлем біледі. Біріншіден ақшамыз Урал золотаға, Гана золота, Танзания золоталарға біздің ақшаларымыз инвестиция жасалды. Мына Урал золотаның өзінен мына Хавратов, Андрей Федорович Хавратов әрбір айдың аяғында берген отчетында ол жерде алтын қалай қазылып жатыр, қалай өңделіп жатыр, бәрін көрсетіп бізге отчетты беріп отыр. Оны бәріміз көріп отырмыз. Мынау Урал золотаның өзінен 40 тонна алтын өндіріп беруге бізге уәде беріп отыр. Бұл мынау алтындар біздің даже үрім бұтағымызға жетеді екен есептеп келгенде. Ол жайлы да Андрей Федорович Хавратов бізге отчет беріп отыр. Келесі бізде базальт тас дейді. Базальт тас бұл вулкан шыққан жерден алынатын өнім екен. Бұған жаңа космостың жаңағы запчасть дейді ғой, жаңағы нелерін жасайды, пластик жасайды, мебель жасайды. Бұл тастың ең қасиетті құндылығы ескірген күнде де өңдеп қайтадан жаңа зат жасап шығаруға болады екен. Үлкен завод ашылайын деп жатыр, Құдай қаласа, ол Индияда ашылады. Индияда болатын болады заводы. Өте арзан, тиімді болады. Келесі бағдарламамыз біздің суши мастер. Суши мастер бұл Яновскийдің бағдарламасы. Қазіргі таңда Алматы қаласының өзінде бірнеше жаңағы япон ресторандары ашылды. Өткен жылы біз барған кезде осы суши мастердің суши ресторанның ашылуына себепші болдық. Ол жерде реклама жасалынып жатыр, есік алдында ойын ойналып жатыр, жаңағы бір нені лақтырып салу, ол жерде бірінші орынды ұтып алып, біз дегеніміз сыйлыққа жаңа суши алып, бүкіл команда болып сол жерде ішіп жедік. Бүкіл әлем бойынша 50 мың ресторан ашылатын қазір осындай планда тұр. Бізде бұл суши ресторанның 50% инвесторы боламыз. Келесі Чикарт дейді. Чикарт программасы, бұл бағдарламасы, бұл жас, өзіміздің өте білімгер Серік Түрекеш басқарып отыр. Бұл Чикартты қалай түсінсек болады? Бұл онлайн приложение. Келесіде болашақта кез келген автозаправкілерде, мынау супермаркеттерде, гипермаркеттерде, мына Каспий Голдтың мысалы Каспирет деп тұр ғой, кез келген бутиктерде бар ғой, сол сияқты үлкен жаңағы магазиндер осы Чикартпен жұмыс істейтін болады. Егер сіздер осы Чикарт приложениесін тегін тартып алып, бір жерге ресторанға барып отырсаңыздар, Чикарт деп жазулы ма, сіздер ол жерден 5-10% әшейін сол Чикартты өздеріңіздің телефондарыңызға тартқандарыңыз үшін сіздер ол жерден жаңағы скидка алып кететін боласыздар. Бұл жерде актив деген нәрсе болады. Айына 5.000 теңгеден, егер 5.000 теңге төлеп активке кіретін болсақ, онда 20% пен 60%-ке шейін біз скидка ала алады екенбіз. Бұл түсінген адамға өте тиімді. Ертең біздің барлық серіктестеріміз, әрбір простой халық адамдардың бәрі бұл активке кіретін болады. Өйткені сол салған 5.000 теңгені бір ресторанға бардыңыз ба, Чикарт па, 50% па, ана жерге 10 мың төлеудің орнына 5.000 теңге төлеп кете бересіз. Ал сіздер айына қанша магазинге, қанша заправкаге, қанша магазин точкілерге, гипермаркет, супермаркеттерге кіресіздер, бүкіл әлемді жайлайтын осы Чикарт программасы болады. Бұл Серік Түрекешке мен Алматыға барғанда өз көзімен бұл жігітті көрдім. Өте білімді. Жақында Чикарттың жеке оқуына, Құдай қаласа, Алла қаласа барамыз. Осы Серік Түрекешпен көзбе-көз кездескен кезде Чикартты сіздер менен де күшті түсінетін боласыздар. Келесі бағдарламамыз біздің Алмаз заводы. Бұл қазір Алматы қаласында ашылады. Бұл өте құнды, сондай бір тазалықпен істелінген гауһар тас. Оны медицинаға қолдануға болады. Алға келешекте планда Андрей Федорович Хавратов бұл жерден әшекей жаңағы магазиндер, фабрикалар ашу жоспары тұр. Бұның да біз 50-50 жаңағы акционеріміз. Сол 50-50 пайдасын көреміз. Одан кейінгі бағдарлама бізде мынау жеке мүлік, жеке жылжымайтын мүлік жайлы. Бұл Краснодар край, жаңа Пукент, Таиландағы Пукенттер, бұл жерде үлкен
жаңағы демалыс орындары, зона отдыха дейді ғой, демалыс орындары соғылып жатыр. Бұл біздің салған, криптоюнитке салған ақшамыздан Андрей Федорович Хавратов бұл жерге көптеген салымдар жасап жатыр. Осы компанияларды, осы демалыс орындарын инвестиция жасап жатыр. Ертең іске қосылған кезде бізде бұл осы демалыс орындарынан 50-50 бізге пайда бөліп беретін болады. Енді қараңыздар да, бұл жерде кейбір адамдар тез салған ақшасын тез шыққанын қалап отыр. Әрине мен түсінемін, ақша бәрімізге керек. Бірақ сіздер бір бизнесті бастау үшін ойлаңыздаршы. Бірінші не істейсіздер? Бірінші жер аласыздар. Одан фундамент құясыздар. Одан зданияны соғасыздар. Оның іші сыртын әрлейсіздер. Одан кейін оборудование қоясыздар. Одан кейін продуктовый магазинға продуктын әкеп тығасыздар. Или киім магазин болса киімді қоясыздар. Или техника болса техниканы қоясыздар. Олар сатылымға шығады. Одан кейін сіздер оның пайдасын көресіздер. Мына жерде тірлік тура сондай. Бұл жерде сабырлық керек, сабырлық. Ақшаны салдыңыздар ма? Мынау 20 жаңағы секторға ақша салынып жатыр ма? Ол 20 сектор жұмысқа қосылып жатыр. Ертең жұмысқа қосылған кезде Жамиля Жакупованың біздің Шымкентте осы бірінші тыңдаған кезде осы сөзі маған қатты ұнады. Уақыт келеді деді. Придет время деді. Даже деньги деді, тележками келеді сіздерге деді. Куда эти деньги буду тратить, я не знаю деп отырасыздар деді. Біз мына жердегі инвесторлар, жаңадан келіп отқан новичоктар, біздің болашағымыз өте зор. Өте керемет, сіздер бағдарламаны қазір қабылдап отырсыздар. Сондықтан салған ақшаға ешқандай асылдық жасамаңыздар. Сабырмен күтіңіздер. Кейбір адамдар болады. Ақшамды қалай алсам болады, сатып жіберсем болады ма? Жарайды, сатып жіберіңіздер. Сатып жіберуге де біз көмектесейік. Менде бір партнерім бар, атын атамаймын. Дәл қазір кошелегімде 64 000 криптоюнит тұр. Сатсам бола ма дейді. Қазір білесіздер ма, $10,000 қырғағын беріп жатыр. Сондықтан бұл жерде қазір сатқысы келіп отқан адамдар, даже біз мынау размороженный ақша шығып отыр ғой, біз оны сатып отқан жоқпыз. Біз қайтадан стейкинг клуб салып отырмыз. Өйткені біз криптоюниттің ертең болашағы үлкен өсетініне көзіміз жетіп отыр. Ары қарай маркетинг жайлы қысқаша біраз сөйлейін десең, 50 минут уақытты енді Нұрғиса да бізге тақырып қояды. Қазір Түркістан қаласының өкілі Жанар ханымды сіздердің алдарыңызға шақырып беремін. Тыңдаңыздар. Зейін қойып тыңдағандарыңызға өте көп рахмет. Рахмет, Күләш ханым. Мен көрініп тұрмын ба? Жан жақта аппарат өшірсін, жаңғырып кетеді. Алло. Қайырлы күн, қымбатты партнерлар, серіктестер, бизнес партнерлар. Осы неме әлемдік жаңа экономикалық эволюция компаниясының мүшелері. Бүгінгі демалыс күндеріңіз жақсы өтсін, көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын, оразаларыңыз қабыл болсын. Мына соңғы аптада отырмыз. Алла қаласа, барлық арман тілектеріңіз орындала берсін. Барымыз бай қуатты болайық, деніміз сау болсын, тапқанымыз бала-шағамыздың, өрім-бұтағымыздың рахатына жаратыла берсін. Мына енді Күләш ханым өте керемет жақсы презентация берді. Мен тыңдап отырмын. Өте керемет жақсы қарапайым тілмен айтты, түсінікті болды деп ойлаймын. Мына жаңадан келген адамдарға, жаңадан келген партнерлар бар болса, кішкене бір деген цифраны қойып қойыңыздаршы, мен көрейін. Қаншалықты бізде жаңадан бар екен, қаншалықты біздің бұрыннан келе жатқан партнерларымыз бар екен. Бір деген цифраны қойсаңыздар, мен көріп сіздерге алғысымды айтар едім. Өте керемет, Эльмира, Салиха, Камиля, өте керемет, жақсы жерге келгендеріңізге құтты болсын деймін. Мен сіздердің осындай керемет жерге келіп, оразаның керемет Рамазан айының оразасы уақытысында осындай презентация тыңдап, көңіл күйлеріңізді көтеріп отыруларыңызға тілектеспін, келгендеріңізге қадамдарыңызға гүл бітсін деймін. Енді мен қазір осы компанияда қалай табысқа шығуға болады,
қалай біз көп салалы краудинвестинг дейді. Біздің мынау NEMI компаниямыз әлемдік жаңа экономикалық эволюция компаниямыздың өзі, криптоинвестіміз, бұл көп салалы краудинвестинг деп айтылады. Көп салалы краудинвестинг негізі 3 бағыттан тұрады. Бірінші бағытымыз жаңа оқу дедік, оқыту, білім беру дедік. Екінші бағытымыз әлемдік жаңағы деңгейдегі бірлік иелігі болу, бизнестердің. Үшінші бағытымыз біздің бизнес дейді. Бизнесіміз біздің қазіргі таңда біз күтпеймін, ақшамды тез қайтарып аламын, болмаса мен адамдарға жақсылық істегім келеді, көмектескім келеді, мен сияқты адамдардың барлығы бай болса екен деген адамдарға арналған миллиондаған табыс әкелетін біздің маркетинг жоспарымыз бар. Мен сіздермен қазір таныстырып өтейін соны. Біз әрбір кірген адам бұл жерде біз оқу ақпараттық құралдарын сатып аламыз, пакеттерін. Ол пакеттерді сатып алғаннан кейін әрбір адам өз серіктес болып тіркеледі. Серіктес болып тіркеледі де өзінен кейін бір адамға баласына, болмаса подругасына или көршісіне, досына айтатын болса, жаңағы туысқандарына айтатын болса, ол адамда өзіне керекті оқу ақпараттық пакетін сатып алса, одан 8% табыс түседі. Ал егерде ол өзінен кейін адам әкелетін болса, одан 5%, ол үшінші уровеньда адам әкелетін болса, одан 3% түседі. Ал агент деген статусқа екі қанатында екі адам кем дегенде $200 пакет алатын болса, $250, ол агент болып есептеледі. Оның агенттің өзі шақырған адамнан 8%, ол одан шақырған адамнан 7%, үшінші уровеньда шақырған адамнан 4%, төртінші уровеньда шақырған адамнан 3% түседі. Міне көріп отырсыздар, серіктес болып кірген мен көре агент болып кірген өте тиімді екен. Себебі біздің екінші уровенімізде 7%, үшінші уровеньде 4%, төртінші уровеньде 3%-тен табыс алып отырады екенбіз. Біз қазақпыз, мұсылманбыз, біз айтпаймыз десек те айтамыз. Біз мысалға бұрын кино көретін болсақ, екінші подругамызға болмаса жүгіріп келіп, бір жерден әдемі көйлек алатын болсақ, жүгіріп келіп біз достарымызға айтамыз да. Бірақ олар сол жерге барып кино көрсе, сол жерден барып киімді сатып алса, бір жақсы нәрсені алса, бірақ бізге магазин ештеңке берген жоқ. Бізге ештеңке берген жоқ та, біз оларға реклама істеп бердік. Ал бұл жерде біздің маркетинг жоспарымыз бойынша сіз өзіңіздің осы ұнаған нәрсеңізді, өзіңіздің мүмкіндігіңізді, өзіңіздің туыстарыңызға, жақындарыңызға айтсаңыздар, таныстарыңызға, бұл жерде сізге олардың алған пакеттерінен сізге 8%, 7%, 4%, 3% табыс беріп отырады. Солайсы сіздердің статустарыңыз көтерілген сайын, сіздердің алатын табыстарыңыз тереңдей береді, көбейе береді. Енді қазір қарасаңыздар, криптоинвест бағдарламасының дамуының 4-ші май күнінен бастап біз екінші бөлімнің екінші кезеңіне өтіп кеттік. Ол деген сөз не? Біз негізі осы криптоинвест бағдарламасын 3 кезеңде сатып алғанбыз. Бірінші жаңа айтып өттік, бірінші фаза өтіп кеткенбіз. Ол қарапайым адамдар азғантай ақшаға үлкен криптоинвестер сатып алып атты. Енді соның жемісін қазір айтып өтемін, жеп жатыр. Енді қазір осы 4-ші майдан бастап біздің екінші бөлімнің екінші кезеңінде 5 пакет қалды. Бізде бұрынғыдай $100 пакеті, $350 пакеті, $5000 пакеті, $500 пакеті, $2500 пакеті деген жоқ. Қазір бізде бар жоғымына 5 пакетіміз бар, начинающий дейді. Ол бірінші этаптағы жаңа айтып өткендей салыстырма түрінде көрсетіп кетейін. Кешегі 4-ші мамырға дейін, егер де сіздер $50 юнитке, біздің бір юнитіміз $1 болып есептелінеді. $50 сіз пакет сатып алсаңыз, сізге 333 штук криптоинвест берді. Қазіргі таңда сізге $50 250 штук криптоинвест беріп жатыр. Ал $250 кешегі күні 2500 штук криптоинвест беретін болса, бүгін 1389 штук криптоинвест беріп жатыр. Ал начальное образование $1000 біз кеше майдың 4-не дейін 14300 штук криптоинвест алатын болсақ, қазіргі таңда 8333 криптоинвест беріп жатыр. Ал $4000 64000 штук криптоинвест алған болсақ, біз кеше майға 4-не дейін қазір 40000 штук криптоинвест беріп жатыр. Ал высшее образование бұл жерде білім алып жатырсыздар. $10.000 оқу ақпараттық құралдарын пакеттерін сатып алсақ, бізге 165000 криптоинвест беріп жатыр. Берді 4-ші мамырға дейін. Қазір бар жоғы 1250, 125000 криптоинвест беріп жатыр. Жаңартылған оқу ақпараттық өнімдерінің түрлері, міне жаңа айтып өттім,
осы бойынша біз қазір жұмыс жасап жатырмыз. Біздің криптоюниттеріміздің оқу ағарту пакеттеріміздің құны өсуде, бірақ алатын криптоюниттеріміздің саны азаюда. Себебі біздің криптоюниттеріміз өзі 80 миллиард шыққан, ол 30 миллиарды кешегі бірінші фазамызда сатылып кетті, 10 миллиарды сатылмайды, енді 20 миллиарды осы екінші фазада сатылу керек, одан кейін 20 миллиарды үшінші фазада сатылу керек. Ал енді сол үшін оның үшінші фазаға барғанда біздің әрбір криптоюнитіміздің бағасы 2024-2028 жылдар аралығында $1250 ол гарантированный баға деп бекітілген. Енді қазір былтырғы жылы біз жаңадан 30 наурыз күні Алматы қаласында үлкен форум өтті. Сол жерде Андрей Федорович Хавратов келді, сөйтіп осы криптоюнит бағдарламасын ашып берді. Сол кезде алып қалған адамдар қазіргі таңда $8000 деген үлкен пакет алған адамдарға 5 миллион криптоюнит берді да. Ал 5 миллион криптоюниттің 350 күннен кейін, оның 350 күн өткеннен кейін әрбір жаңағы криптоюниттің 1%-ін аймен ай 6 айға дейін шығарып беріп отырады. Ал енді қараңыздар, 5 миллион криптоюнит алған адамдар былтырғы жылы, бір жыл бұрын 1% шығарса қанша болады? 5 миллион 1% 50 мың болады. А енді қараңыздар, қазіргі таңда 1%-ның өзі 50 мың. 50 мыңды қазіргі біздің бағамыз 20% көбейткен кезде $10,000 табыс тауып жатыр деген сөз. Аймен ай алып жатқан қазіргі ақшалары. Ал енді былтырғы жылы естіп тұрып, білмей, түсінбей қап кеткен адамдар биыл келіп алып жатыр, бірақ қазіргі таңдағы бағамен ол кезден салыстыруға болмайды. Енді сіздердің осы көп адамдар аз мысалға $1000 алған, мен мысалға екінші этапта $1000 алдым, бірінші этапта $100 үлгіріп алып қалдым, ол кезде 20 мың штук берген, қазір 20 мың штуктың өзін қаншаға беріп жатыр? $2000 беріп жатыр. Ал енді ол кезде $100 алғам. Содан екінші этапта 4 апрель күні екінші этап басталып кетті, бір айға созылады деген тез арада шақ күнде бітіп кеткен. Екінші этапта мен $2500 алам деп келіп, ала алмай, үлгіре алмай, $1000-дан 2 пакет, $500-дан 1 пакет алғам. Ал соның әр қайсысы қазір аймен ай 2 рет уже босатылып қойды. 15 мыңдай менің криптоюнитім босатылып шықты. Егер мен оны сатып жіберсем, мен $2800 ақшамды қайтарып алған болады екем. Ал оны біз қазір көріп тұрмыз, болашағы өте күшті екенін, оның өте табысы жоғары болатынын. Сондықтан да біз оны бұғаттан шығарылған криптоюниттерімізді стейкингке салып қойдық. Стейкинг деген сөз не? Депозитке салып қойдық. Енді егер де сіз алып ақшаны шығарып алам десеңіздер, шығарып алуға болады. Ал жоқ, мен бұны шығармаймын. Ертең осы жылдың соңына дейін, ноябрь, декабрь айында кем дегенде $1 болып көтеріледі біздің криптоюниттеріміз. Мен сол кезде сатамын, болмаса тұра берсін десек, біз оны мынадай неменен салып қоямыз. Бір айға салатын болсақ, біздің бұғаттан босатылған криптоюниттеріміздің аймен ай 1% беріп отырады. 3 айға салатын болсақ, 1,2% беріп отырады. 6 айға салатын болсақ, 1,5% беріп отырады. 12 айға салатын болсақ, 1,8% беріп отырады. Егер 18 айға салсақ 2%, 24 айға салсақ 2,5% беріп отырады. Мен бірінші кезде түсінбей, бір айға салдым да, оны қайтадан шығарып алдым да, қазір мен 24 айға 2,5% беріп отыратын неге салып қойдым, депозитке. Ал енді бұның бір кереметі, сіз өзіңіздің көбейіп шыққан криптоюниттеріңізді сіз қайтадан сол депозитқа салып, оны аймен ай беріп отқан 2,5%-ін сіз ақша керек болса, шығарып алып отырсаңыз болады, ақшалай қылып. Ал егер де жоқ, ақша маған пока уәзірсе керек жоқ, көбейе берсін, капитализация қосылған үстіне қосыла берсін десеңіздер, оны қайтадан сол жаңада босап шыққан ақшаларымыз неменен, криптоюнитпенен қосып қайтадан салып жіберсеңіздер, бұл жерде сіздер капитализация дейді, процентна процент жүреді, и ақшаларыңыз сіздердің көбейеді. Бұл жерде сізге ақшамен бермейді, криптоюниттен береді. Ал криптоюниттің бағасы сол кезде қанша болады, сол бағамен ақшаңызды шығарып алсаңыз болады. Енді қазіргі таңда біздің баршамызға өте қуанышқа бөле отырған жеке инвесторлар веб-клубы жақын арада 4 мамыр күні ашылды. Біз сол күні командамызбен біраз адамдар кірді. Бұның мүмкіндіктері өте жоғары. Веб дегеннің өзі
VIP салон дейді, VIP услуга деп атады. VIP дегеннің өзі элита деген үлкен жоғары сапалы деген ұғымды білдіреді. Сондықтан да бұл VIP-тің мақсаты не? Мақсаты осы әлемдік жаңа экономикалық эволюция бағдарламасына шын берілген адамдарды табу. Егер де кім осы компанияны ары қарай дамытамын, осы компанияға мен өз үлесімді қосамын, мен бүкіл әлемдік деңгейде осы компанияның жүрегін жаңағы қалаймын, жәрдем беремін, халықты байытамын, халықты жағдайын жақсартамын деген адамдар болса, мен сол адамдарға жаңағы көп жеңілдіктер беріліп жатыр. 75%-ке дейін адамдар тегін оқиды, оқудың арзандатылған білім алады. Әртүрлі жаңағы инвестициялық ұсыныстар алады. Одан кейін криптовалютаның жаңа стейкинг дейді ғой, жаңа қайтадан алып, қайтадан салып, депозитке салып, сондай мүмкіндіктер алады. Егер де VIP клубқа қатыспаған адамдарға ондай депозит ашылмайды, стейкингке қатыса алмайды. Содан кейін мынау біз адамдардан шақырған кезде криптовалют сатамыз, сол криптовалюталар сатамыз, сол криптовалюттен лояльный бонус деп айтады. Ол деген сөз кэшбэк, алғыс, адалдық бонусы деп айтады. Адалдық бонусты осы VIP клубқа кірген адамдарға 75, мысалға 100% кіріс кірсе, соның 75%-і осы жеке инвесторлар VIP клуб мүшелеріне беріледі. Ал 25%-і VIP клубқа кірмегендерге бөлініп беріледі. Біздің компаниямызда қазіргі таңда 1.400.000 адам партнерлар бар. Ал енді соның барлығының VIP клубқа кірмей, оның где-то бір 500-дей кірсе, ал мына 75%-і сол 500-ге бөлінеді. 300-і кірсе, 300.000-ға беріледі. Сондықтан да сіздерді VIP клубқа тез арада кіріп, өз үлестеріңізді дер кезінде қомақты түрде алыңыздар деп шақырамын. Бұған қалай кіреді? Бұған кіру үшін әрбір кірген серіктес, бүгін кірдіңіз ба, бүгін сіз $10 төлейсіз, сіз VIP клубтың мүшесі болып шыға келесіз. Агент статусына көтерілгенде сіздер $20 төлейсіздер. Кеңесші статусына көтерілгенде $30, менеджер статусына көтерілгенде $40, көшбасшы менеджер $50, топ менеджер $65, вице-президент $80, президент $100 көлемінде жарна төлеп отырады. Ол жарна аймен ай төленеді, аймен ай төленбей, келесі айда төленбей қалса, ол кезде өзінің депозитке салған бонусы түспей қалады. Сондықтан да қадағалап, аймен ай өзінің осы жарна құнын алдын ала төлеп қойып отырған дұрыс болады. Енді біздің компанияда промоушнтар, жаңалықтар болып жатады. Біздің қазіргі промоушнтымыз айта беретұғын, ол әрбір кірген адам осы компанияға, осы NEMI бағдарламасына тегін тіркеліп кіреді, оған 50 штук криптовалют подаркіге беріледі балы. Сонымен қоса жеке инвесторларға арналған 8 ереже оқу құралы сізге тегін сыйлыққа беріледі. Егер де сіз осы жеке инвесторларға берілген оқу құралын сіз меңгеретін болсаңыз, ары қарата өзіңіз қанша көлемде пакет алатыныңыз, криптовалют сатып алатыныңызды өзіңіз шешесіз. Себебі сіз ол жерде инвестор деген не екен, инвестиция деген не екен, акционер деген не, сондай ұғымдарды сіз $1 қалай $1 миллион айналады, капитализация деген не, диверсификация деген не, сондай ұғымдарды сіз уже біле бастайсыз, түсінесіз. Инвестиция дегеннің неге келесіз. Ал сол үшін сіздерді біз ақшаны кіре салысымен сал деп айтпаймыз. Сіз тегін кіріп, өзіңіздің пакетіңізді алып, сол кабинетіңізді ашып, меңгеріп, үйреніп, ары қарата келсеңіздер болады. Ал даже сіздің ақшаңыз болмай тұр, бірақ кіргіңіз келіп тұр, адамдарыңыз бар кірейін деп тұрғанда, ал егер де сіздің ақшаңыз болмаған күннің өзінде, сіз адамдарыңызды шақырып, сол адамдарды тіркесеңіздер, әрбір кірген адамнан сізге 8% бонус түсіп отырады. Ал ол қандай жерде бар? Мен өзім жаңа айтып еттік қой, есімім Жанна, Түркістан қаласының тұрғынымын, Түркістан офисінің представителімін, негізгі мамандығым темір жолшы. Ал енді мен бірнеше компанияларда істеген, бірнеше осындай проекттерді көргем, бірақ ешқандай жерде өзің салым салмасаң, өзің ақша салмасаң, ешқандай жерде сізге табыс бермейді. Сізден кейін кірген адам 1 тиын түгілі
сізді ол компанияға кіргізбейді. Ал бұл жердегі кереметі басқа ешқандай жерге ұқсамайтын, ешқандай маркетингке ұқсамайтын бір ерекшелігі, сіздің даже жұмыс істеуге қабілетіңіз бар, істегіңіз келіп тұр, ақшаңыз жоқ, қиналып тұрсыз, сізге жәрдем беріп, сіздің жұмыс істеуіңізге мүмкіндік туғызуы. Енді қазіргі таңда біліктілік үшін экспресс бонус промоушн жүріп жатыр. 30 наурыз күні ашылған 2020 жылы. Ол адамдардың кішкене әл-ауқатын жақсартуға, өздерінің мәртебесін көтеруге арналған промоушн. Бұған жаңадан тіркелген адамдар да қатыса алады, бұрыннан келіп істеп жатқан адамдар да қатыса алады. Егер де жаңадан кірген адамдар тіркеліп осы нені промоушнге қатысып табыс табам дейтін болса, ол адам өзі 25 күн уақыт береді. 25 күннің ішінде $200 кем дегенде тіркеледі. Мысалға $1000 рассрочка ашып, соның $200 сап қойса, өзі сияқты 5 адам тауып, 5 адамға $200 жаңа ақшасын салдырып қойса, одан әрқайсысы 8% өзінің табысын алады. Сонымен қоса компания ол адамға $350 ақшалай табыс береді. $350 ақша ол деген аз ақша емес. Сондықтан да сізге сондай мүмкіндік, экспресс бонус мүмкіндігіне қатысуға сіздерді шақырамын. Агент статусын жапқан адамдарға сыйақы $350 беріледі. Барлығын қосқанда $430. Кеңесші статусын жапқан адамдарға $800 ақшалай сыйлық береді. Егер де сіздің жаңағы 5 адамыңыздың әрқайсысы 5 адамнан келгенде жаңағы $350 асаңыз, оған $850 сізге тегін қосып береді. $1150 табыс табуға болады 50 күннің ішінде. Ал егерде ол менеджер статусын жабатын болса, оларға сыйақы $1700 болады, ал жиынтығы $3070 ақша табуға болады. Ал солай ары қарата лидер менеджер, топ менеджер, вице-президент кете береді. Ал егерде сіз 30 наурыздан 31 желтоқсанға дейін сіз президент статусын жабатын болсаңыз, сізге тек қана сыйақының өзі $62,000 ақша береді екен сыйақыға. Оған қоса, егер де сіздің командаңызда 2 немесе 3 президент шығарып жатсаңыз, сізге $134,000 дейін сыйақы ақшалай табыс береді екен. Ал егер де сіздің барлығын қосқанда, сізде $100,000-дан $200,000 дейін табыс табу мүмкіндігі бар. Міне осындай мүмкіндіктерді жіберіп алмаңыздар, осындай мүмкіндікті пайдаланыңыздар дегім келеді. Сіздерге өте керемет жақсы мүмкіндік жасап жатыр қазіргі таңда. Ондай промоушн бермеген кезде көп адамдар жұмыс істеді, өзімізде. Ондай ешқандай сыйақы алмай-ақ өзіміздің жазған адамдарымыздың түскен табыстан жүгіріп жұмыс істегенбіз. Қазіргі таңда да біз ұйықтап жатқан жоқпыз, адамдарға айтып, мейлінше көп адамға жеткізуге осы мүмкіндікті пайдалансын деп әрекет жасап жатырмыз. Біздің тағы да айта кететін тағы бір мерейтойлық голд деген тағы ойпымыз бар. Ақпараттық құралымыз. Бұл компанияның 5 жылдығының құрметіне шыққан, саны шектеулі ғана 350 дана кәде сыйлықтың алтын ақша деп айтылады. 24 караттық, 35 граммдық, диаметрі 40 мм. Бұны да ақшасы бар адамдар сыйлық ретінде подаркіге беруге болады. Өзіне алып қалып, өзінің ұрпағына мұраға қалдыруға болады. Енді қазіргі таңда біздің компанияның құрылғанына биыл 6 жыл болады. Біз 5 жылдың ішінде компанияның 5 жылдығын былтырғы жылы қазан айында Индияда 120 елден 20 000 халық барып тойлап қайттық. Оның ішінде 5 жылдан биылғы жылы 6 жылдығын Москвада қазан айында тойлаймыз деп отырмыз. Алла бұйыртса, жағдай жақсарса. Ал сол аралықта біз неге жеттік? 2014 жылдан бастап 5 жылдың ішінде әлем бойынша біздің компаниямызда, қоғамымызда 1,4 миллион астам серіктес бар екен. 170-ден астам елде біздің бизнесіміз жүріп жатыр екен. Біз бірнеше адамдарды инвестициялық жаңа қаржылай білімділікке үйреттік. Біздің жаһандық бизнес мүмкіндіктеріне қол жеткіздік. Қазіргі таңда бізде криптоинд бағдарламасы 20 бағытта жұмыс істейді деп айтып өтті. 20 бағыттың бірінші бағыты білім беру саласы, одан кейін бағыттардың барлығы
әртүрлі бағытта бизнестер саласында, алтын жаңа айтып өткендей жол деген сияқты кино түсірім, ресторандар ашу, жаңағы жылжымайтын мүліктер, осындайларға барлық салаға, 10 түрлі салаға біз қазіргі таңда жиналған қаржы, халықтан жиналған қаржыдан бөліп, біз халықтық жаңағы проектті жасап жатырмыз. Экономиканы дамыту үшін не керек? Экономиканы дамыту үшін халықтың ауқатын жақсарту үшін оған білім керек, оған бизнестер керек, оған әртүрлі жаңағы өндіріс орындар керек. Міне осы Андрей Федорович Хавратовтың 2014 жылы, 2011 жылы әлемдік инвесторлардың жеке академиясын ашқан кезде, міне осы бағытта жұмыс істеу қарастырылған. 2014 жылы уровень краудинвестинг, көп салалы краудинвестинг дейді. Ол деген сөз, крауд деген халық, инвест деген инвестиция деген халықтан жинап, қаржылай жаңағы адамдардың басын біріктіріп, оларды осындай іске араластыру, бизнеске мүше ету, меншік иелігі ету, оларға білім беріп, арғарата қалай ақшаны таптың, ақшаны сақтадың, ақшаны көбейттің, соны үйрету. Қазіргі біздің портфелімізде 404 миллион біздің ақшамыз бар екен портфелімізде. Енді қараңыздар, бізде әлемнің жаңа экономикалық эволюциясы, байлықтың ғаламдық таралуы, қауіпсіздік және қорғау, құндылықты арттыру, өркендеу мен бақыт, армандардың орындалуы деген осы бағыттарда біз жұмыс жасаймыз. Сондықтан да мына жаңадан келіп тыңдап отырған қонақтар, сіздерді осы біздің әлемнің жаңа экономикалық эволюциясы компаниямызға шақырамын. Оқыңыздар, ізденіңіздер, өркендеңіздер, қалып кетпеңіздер. Егер сіздер білсеңіздер, білімді болсаңыздар, білімді маман барлық жерде керек болады. Ізденімпаз болсаңыздар, сіз әрқашанда жақсы осындай табыс беретін жерді таба аласыздар. Одан кейін өркендей аласыздар. Егер білімдеріңіз болмаса, ізденбесеңіздер, мен бір жерге салып едім, ақшамды аламай қалдым, бір лохотронға кіріп кетіп едім, ақшамды жоғалтып алдым, құрсын бұл да сондай деп отырсаңыздар, отыра бересіздер. Ондай жерге барлығымыз кезінде сауатымыз кем кезде, қаржылай білімсіз болған кезде бәрімізде ұрындық. Ал ол бізге бірақ қазір сабақ болып келіп жатыр. Оның барлығы не себеп екен? Оның барлығы біздің адамдардың ашкөздігінен туады екен. Мына жаңағыдегі сізге берілген инвестордың 8 қағидасы заңдылығы деген жаңағы оқуда соның бәрі айтылады. Егер де сіз қаржылай сауатты болсаңыз, сіз ондай жерге ұрынбайсыз. Сіз қай жерде инвестицияның не екенін білесіз. Сондықтан да сіздердің осы жерге келулеріңізге мен үлкен жаңағы келетіндеріңізге сенім білдіремін. Енді сіздердің сұрақтарыңыз болса қарап өтейін. Ай сайын алатын $10 деген не дейді? Ай сайын салатын $10 деген. Сіздер мысалға қараңыздар. Егер де сіз бір жерде жұмыс жасайсыз. Жұмыс жасау үшін сіз сол жерге көлікпен болса барасыз, болмаса бір аренда төлейсіз, базарға шығатын болсаңыз бутикке, ол жерге сіз ай сайын белгілі бір жерде күнделікті сіз шығын шығарасыз. Кем дегенде $1, $2 көлемінде. Ал егер бір айда жинатын болса, $30-40 болады сол. Ал енді бұл жерде сізде табыс беретін жердің бәрінде ақы төлеу керек болады. Сіздердің беріп отқан мүмкіндіктерді пайдаланып, сіздерге сол түскен табыстан бөлісіп беріп отыру үшін, сіздердің осы компанияда бар екендеріңізді білдіру үшін, сол жай кірген адамдар өздері $10 көлемінде жаңағы ақы төлеп отырады. Ол сізге 2 есе болып қайтпаса, ол сол күйінше қалып қоймайды. Ол төлеген адамдарға криптовалютаның сатылымынан мына біздің сіздерге қайтарып беріліп отырады. Былайша айтқан кезде сізде ол компанияда қалып қоймайды. Сондықтан да сіздерге $10-ға бола қиналмаңыздар. $10 сізге мүмкін $100 болып келер, мүмкін $5 болып келер, мүмкін $200 болып келер. Оны уақытысында көреміз. Әрбір адам бірақ кіріп ол жерге тіркеліңіздер. VIP-клубтан қалып кетпеңіздер. Сұрақ дейді. Мен 2010 жылы июнь айына кірген, менде отмороз деген өзіміз аударамыз ба, жоқ? Ол автомат түрде кіреме, не істеуге болады, соны айтсаңыз дейді. 2019 жылы июнь айында кірсеңіз, сізге осы май айының өзінде
сізге разморозка жүру керек. Бұғатталған 200-350 күннен кейін уже сізге түседі. Қанша болса соның 1%, 6 айға дейін 1% түсіп отырады. 6 айдан кейін уже 7-ші айдан бастап 1 жылға дейін 1,5% түсіп отырады. Егер де сіз оны қайтадан депозитқа салам десеңіз, қайтадан сап қойсаңыз болады. Жоқ, алам десеңіз, бізде ертең осы айдың аяғында ма, келесі айдың басында ма, бізде обмен кіру деген ашылады. Өзіміздің блокчейніміз болады, өзіміздің крипто валютамыз болады. Сіз сол жерге заявка бересіз, мен сатамын деп, сіздің криптоюниттеріңізді біздің брокерлер сатып алады, сіздің ақшаңызды қайтарып береді. Ол любой уақытта, кез келген уақытта ақшаңызды шығарып алуға мүмкіндік бар. Егер де оған дейін біздің криптоюнит кіру обмен ашылғанға дейін мен сатамын десеңіз, сіз өзіңіз адам тауып, соған сіз өзіңіздің криптоюнитіңізді сатсаңыз да болады. Оған айту керек, сен қазір 20%-тен алса, осы тиыннан алсаң, ертең $1 болғанда сатып жіберсең, сен сол уже 5-6 айдың ішінде қанша есе табыс табасың. Сен 350 күн күтіп отырмайсың. 1% шығар, 2% шығар деп. Ал бұл разморозка болған ақшаны сіздің жаңағы айналымда ақшасын қайда сыйғызарын білмей, банкоматқа депозитке салсақ қорқып атқан, қолында ақшасы бар, не істейтінін білмейтін адамдарға айтсаңыздар, өте керемет мүмкіндік бұл. Енді тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Сатпай депозитке салуға бола ма? Конечно, мына жерге айтты, отморозка сатпай депозитке салуға бола ма депсіз. Әрине, міндетті түрде мен айтар едім, мен өзім кеше бір айға салып алам деп ойлағам алғашқы кезде. Кейін мен бұның мүмкіндігінің керемет екенін түсінген кезде, мен ол бір айдаға салған жаңағы 15.000 криптоюнитімді қайтадан шығарып алдым да, оны мен 24 айға салып қойдым. Енді маған ай сайын 2,5% ол маған табыс беріп отырады. Егер де мен соны үстінен түскен, табыстан түскен табысты ай сайын 2,5% шығарып отқанда, ақша қылып шығарып алам десем, мен оны шығарып алып жаратуыма болады. Ал жоқ, шығармайым, маған ақша керек жоқ десем, қайтадан сап қойсам болады. Басқа сұрақ жоқ сияқты. Басқа сұрақ жоқ болса, мен сіздермен қоштасамын. Қош болыңыздар, сау сәлеметте болыңыздар. Бұл біздің презентацияларымыз күніге сағат 12-де қазақ тілінде, кешке 21-де орыс тілінде болады. Сондықтан да шақыратын адамдарыңыз болса, жаңадан естісін деген адамдарыңыз болса, естімей жүрген, түсінбей жүрген партнерларыңыз болса, сол осы мынау Zoom-ға тіркеліп, мына сілтеме бойынша кіріп, күндегісін күнде тыңдап отыратын болса, 4 рет тыңдағанда ол адам өзі түсінеді. Бүгін түсінбегенде ертең түсінеді, ертең түсінбеген арғын түсінеді. 4 рет тыңдағанда ол адам түсінеді екен да, 6 рет тыңдаса ол адамның өзі презентация беріп кетеді екен. Ол сондай қағида екен. Сондықтан да сіздердің барлықтарыңызды осы 12-дегі презентацияға қазақ тілінде, 21-дегі презентацияға орыс тілінде қатысуларыңызды шақырамын. Сау болыңыздар, көріскенше күн нұрлы болсын.